Саламатсыздар ма, құрметті көрермен? Бүгін біз математикалық сауаттылықтан тізбектегі заңдылықтар деген тақырып бойынша кезектегі 11-31 есептің шығарылу жолын көрсететін боламын. Бұл видео кімдерге арналады? Бұл видео ең алдыменен жас мамандарға арналады, математика пәнінің мұғалімдеріне арналады, соның ішінде 11 сынып ұбт-ға барушы оқушыларға арналады, және мектеп бағдарламасының ішіндегі білім алушылардың білім жетістігін мониторингілеу үшін 4 және 9 сыныптар үшін арналады екен. Бұл тақырып 4 сыныптар үшін де оңай тақырып болып келеді, ББЖ-да бар. Енді қараймыз. Есеп былай делінген. 31 есеп. Марат машиналарды бояған кезде дейді, келесі ретпен бояйды дейді. Көк, қызыл, көк, жасыл, қызыл, қара, сары, ақ, күлгін болып осы ретпен бояйды екен. Енді сұрақ, онда дейді 165-ші машинаның түсін анықтап беріңіз дейді. Енді бұл жерде оқушы нені білу керек? Бұл жерде оқушы натурал санды натурал санға бағандап бөлу деген тақырыпты білу керек, және қалдық деген тақырыпты білуіміз керекпіз. Ол үшін натурал санды натурал санға бөлу үшін екінші бір натурал санымыз тауып алайық. Бірінші сол әрине 165, сол цифрмен көрсетіп қойған. Ендігіміз бізде көк, жасыл, қызыл, қара, сары, ақ, күлгін деген 7 түрлі түсіміз бар екен. 7 түс бар екен. Міне осы сан керек. Сонымен екі санымыз табылды. Енді кәдімгідей 165-ті бөлемін 7-ге. Бірден қайтарайын десем жетпейді. 16-тан қайтарсам жетеді. Сондықтан енді мұғалім немесе оқушы өз-өзіне сұрақ қою керек. 16-ның ішінде қанша 7 бар? Оқушы бұл жерде көбейтуге қарсамал бөлу кестесін біледі. Сондықтан 16-ның ішінде 2 7 бар. 14 болады. Алып тастаймын, 2 деген қалды қалады. 2 жетпейтін болғандан 5 түседі. 25 болады екен. Ал енді 25-дің ішінде қанша 3 бар? Бұл жерде бөлу кестесін сұрайды. Сонда 3-тен береді екен біз. Қанша 7 бар деген сөзді білдіреді. Сонда 3-тен береді екен. Сонда 3 жердегі 7 21 болады. Алып тастаймын, 4 деген қалдық. Бұл 4 деген қалдық ары қарай бөлінбейді. Біздің есебімізде осы есеп. Осы сан керек болады. Үлкен рөлді осы 4 деген сан анықтайды екен. Енді қараңыздар. Егерде есепте бір қалдық қалатын болса, онда ол көк болатын еді. 2 қалдық қалатын болса, ол жасыл болар еді. 3 қалдық қалатын болса, онда ол қызыл түспен бояйтын еді. Ал бізде 4 қалдық қалған үшін ол Маратымыз 165-ші машинаны қара түске не істейді екен? Бояйды екен. Және бұл тақырып дәл осы тізбектегі заңдылықтар деген тақырып 5-ші сыныптың ішіндегі математика оқулығының ішінде бар, стандартта бар есептердің бірі болып табылады. Кезекті 32-ші есебіміз. Есеп бұлай. Қандай да бір заңдылыққа сәйкес құрылған 11, 32, 95 x тізбектегі x-дің орындағы санды табыңыз делінген екен. Құрметті көрермен, осындай тақырыптарды сіздер қызықтыратын болса, оны лайк басып, комментарий жазып, қолдау білдіріп кетіңіздер. Енді оқушы үшін бұл ешқандай қиындық келтірмеу керек, себебі былай ойланса болады оқушыға. 11-ге нешені көбейтсем 32-ге жақын сан шығады, немесе одан аз. Сонда 11-ге мен егерде 3-ті көбейтетін болсам 33 шығады, одан 1 таптасам 32 шығады. Енді мен осыны 95-ге жасап көрейінші деген өзінің ойы болу керек. Яғни оқушы өзі де ойлана алатын қабілетте болу қажет екен. Сонымен біз былай не істейміз? 11-ді 3-ке көбейтемін, 33 болады. Одан 1 таптасам 32 деген сан шығады. Яғни кәдімгі арифметикалық амалдарды қолдана береді екенбіз. Ең бастысы 11-ден кейінгі санымыз шықты бізге. Енді осы заңдылықты 32-ден кейін де пайдаланып көрейік. 32-ні 3-ке көбейтемін, 96 деген сан шығады. Ал 96-дан 1 таптасам 95 деген сан шығады екен. Міне мен біріншісінде 11 менен 32-ның арасында мен заңдылық ойлап таптым. Оны 32 мен 95-ның арасында қолданып көрдім. Ол ақиқат болды. Енді мен
Міндетті түрде 95-ке де дәл осы заңдылықты қолдана аламын. Сонда 95-ті 3-ке көбейтемін. 205 бір ойда 27, 28. 285 болады, одан бірді алып тастаймын. 284 болады. Міне сонымен есептің жауабы 284 шығып тұр. Кезекті 33-ші есеп. Сандар белгілі бір заңдылықпен орналасқан 5-ші санды тап деп. 1, 2, 3, 4, 5. Сонда бізге менен қажет емес екен. Енді қарап отырсаңыздар, есепте мына жерде 22 деген кезде 0 міндетті жоқ. Ал 202-де 0 біреу бар. Сонда енді мына жерде 0-ден жоқ, біреу, 2, 3 болса, мынада міндетті түрде 2 менен 2-ның арасында біреу, 2, 3, 4 0-ден болайын деп тұрыз. 2, біреу, 2, 3, 4, одан кейін бар 2 болады екен. Сонда біздің есебіміз 200.000 2-ге тең болады екен. Ол былай жазылады. 22, 202, 2000 2, 20.000 2, 200.000 2 деген. Сонда берілген есептің жауабы 200.000 2 болып тұр. Кезекті 34-ші есебіміз 7-ші санды тап депті. 13, 23, 33, 3 бар. 4-шісі А, 5-шісі Б, 6-шісі С, 7-шісі Д. Сонда біз 7-ні табуымыз керек екен. Енді есепте қарап отырса, бұл барлығына мәлім болып тұр есебіміз. 13, бірліктің ешқайсысы өзгермеген, тек қана оның ондығы өзгеріп кетті. 23, 33, А 43 болады, Б 53 болады, С 63 болады. Сонда біздің Д-мыз 73 болып тұр екен. Сонымен біздің есебіміз осылай аяқталады. Кезекті 35-ші есебіміз. Есеп былай дейді. Заңдылықты анықтайды екенбіз мына жерден. Сөйтемізді x пенен y-дің мәндерінің қосындысын тауып алуымыз керек екен. Енді бұл жерде біз мынандай заңдылық қарастырып көрсек. Қарап отырсаңыздар, бізде 12 сан бар. Ол біріншіден, екіншіден бұлар не өспелі емес, не кемімелі емес. Сондықтан бізге мынандай заңдылық дұрыс болады деп ойлаймын. Сондықтан қараңыздар, мынау тақ орында тұрған сандар. Мен бұны қызылменен, кешіріңіздер, көкпенен қоршап қояйын. Тақ орында тұрған сандар. Ал қызылмен чүп орында тұрған сандардың астын сызып қояйын. Бізге көрнекті болу үшін. Енді қараңыздар, тақ орында тұрған сандардың барлығына 4-ті қосып келе жатырмыз. 4-ті. 4, мынағанда 4 қосылады. Сонда мынағанда 4 қосылады. Енді x-дің мәні бұл жерде 23-ге 4-ті қосамын, 27 деген сан шығып кетті. 27. Бұл тақ орында тұрған. Енді жұп орында тұрған сандарды қарайық. Жұп орында тұрған сандар бізге керісінше кеміп бара жатыр. Бізге керісінше кемейді. Қаншаға кемейді, соны біліп алайық. 33-тен мен 6-ны алып тастасам 27 шығады екен. 27-тен 6-ны алып тастасам 21 шығады. 21-ден 6-ны алып тастасам 15 шығады. 15-тен 6-ны алып тастасам 9 шығады. 9-дан 6-ны алып тастасам менің y-дің мәні шығады. Сонда y-дің мәні болады екен 9-дан 6-ны алып тастаған мәнге тең болады. Ол 3-ке тең. Енді өз есебімізде x пенен y-дің қосындысын тап дейді. Сонда x-дің мәні 27 болып тұр, ал y-дің мәні 3 болып тұр. Сонда қоссам жауабы 30 деген сан шығады екен. Міне 35-ші есеп осылай аяқталып тұр. Кезекті 36-ші есеп. 36-ші есепте заңдылық арқылы берілген екен санымыз. Сұрақ белгісінің орнындағы санды табыңыз делінген екен. Сонымен бұл есеп қалай шығарылған? Бірінші есепте заңдылықты анықтап көрейік. 12-ні 2-ге бөлгеннен 6 деген сан шыққан. 8-ді 2-ге бөлгеннен
4 деген сан шыққан. Ол анықталды, мынау анықталды, мынау анықталды. Енді 4 деген сан қалай шығады үшіншісі? 12-ден 8-ді алып тастасақ 4 деген сан шығады екен. Дәл осыны келесіне де шығарып көреміз. Сонда 18-ді 2-ге бөлсем 9, 12-ні 2-ге бөлсем 6, 18-ден 12-ні алып тастасам 6 деген сан шықты. Енді үшіншісіне де тексеріп көре салайық. 16-ны 2-ге бөлемін 8, 6-ны 2-ге бөлемін 3, 16-дан 6-ны алып тастасам 10 деген сан шығады. Заңдылығымыз орындалып тұр. Енді төртіншісіне салып шығарып көре саламыз. Болды. 12-ні 2-ге бөлемін 6, 10-ды 2-ге бөлемін 5, 12-ден 10-ды алып тастаймын 2 деген сан қалды. Сонда берілген есептің жауабы 6, 5, 2. Құрметті көрермен, осымен 36 есептің 36-шы алғашқы 36 есептерін шығарылу жолы осылай аяқталады. Келесі есептеріміз 37, 38, 39, 40 пен аяқтаймыз. Видео пайдалы деп тапсаңыздар, онда лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. 37 есеп. Тізбектегі сандар белгілі бір заңдылықпен орналасқан екен. X-ің орнына сан тауып алуымыз керек. Сонымен заңдылық тізбек былай. 15, 12, 13, 10, 11, 8, X. Бұл жерде сұрақ белгісі тұр. Мен оның орнына X деген әріпті қоя салдым. Сонымен 15-ден 3-ті алып тастасам 12 деген сан шығып тұр. Ең оңайы қосу азайту амалын қолданып кете береміз. Ары қарай 12-ге 1-ді қоссам 13 деген сан шығады. Яғни алғашқы үш санына бұл орындалды деген сөзіміз. Енді ары қарай 13-ге 13-ден 3-ті алып тастасам 10 деген сан шығып тұр. 10-ға 1-ді қоссам 11 деген сан шығады. Енді мен дәл солай 11-де сөйтіп пайдаланып көрейін. 11-ден 3-ті алып тастаймын 8, 8-ге 1-ді қосамын, сонымен есептің нәтижесі 9 екен. Бұл осымен 37 есеп 9 деген сан шығады. Кезекті 38 есеп. Тізбек сандар белгілі бір заңдылықпен орналасқан екен. 3, 5, 10, 12, 24, 26, X. Сонымен X-ға тиісті санды тауып алуымыз керек. Заңдылық былай болады. 3-ге 2-ні қосамын 5 болады. 5-ті 2-ге көбейтемін 10 деген сан шығады. Дәл осының келесіне 10-ға 2-ні қосамын 12 болады. 12-ні 2-ге көбейтемін 24 деген сан шығады. Дәл солай 24-ге 2-ні қосамын 26 шығып тұр. Енді оны 2-ге көбейтемін, сонда 52 деген сан шығады. Берілген есептің жауабы 52. Бізде мына тұрған 2-ге қосқанымыз және келесі санды 2-ге көбейткеніміз ол заңдылық болып табылып тұрады екен. Кезекті 39 есебіміз сандар белгілі бір заңдылықпен орналасады екен. Олар былай: 36, 38, 34, 42, 26, X. Сонымен X-ің орындағы санды тауып алуымыз қажет. Енді ең оңай тәсіл сол қосу тәсілін пайдаланайын. 36-ға қосамын 2-ні 38 болады. Ары қарай 38 пен 34-ін кем тұрғандықтан мен азайтып көрейін. 38-ден алып тастаймын 4-ті. 34 шығады. Енді ары қарай 34-тен кейінгі санымыз ол көбейіп тұр. Сондықтан келесі санымыз қарасаңыздар мынау 2-ге көбейтіліп тұр. Сонда мен мынаны 2-ге көбейтсем 8-ді қосалам 42 болады. Ал ары қарай 42-ден, яғни белгілі бір санды алып тастасам ғана ол 26 деген сан шығады. Себебі 26-ым 42-ден кішкентай болып тұр. Енді қараңыздар. 2-ні 2-ге көбейтем 4, 4-ті 2-ге көбейтем 8, сонда 8-ді 2-ге көбейтсем 16 деген сан шығады екен. Сонда 26 деген сан шығып тұрмын. 26. Ал енді келесіміз 26. Қараңыздар. 2-нің 1 дәрежесі, 2-нің квадраты, 2-нің кубы, 2-нің 4 дәрежесі, келесі 2-нің 5 дәрежесін қоссам, сонда 26-ға мен қосады екенмін 32-ні. Нәтижесі 58 шығады.
сонда берілген есептің жауабы 58.